Байқадым да, мен көтеріліп жатқанда бірден 16-ға барады ғой. 16-тағылардың барлығын ескертейін деді. Барлығын ескертейін. 16-ға көршілерім шығарып, мен кеше интервьюда мен 3-4 адам ғана деп айтыппын. Бірақ қазір көршілердің бәрі айтып жатыр, рахметін айтып жатыр екен. Мен 3 бала мен шоковый состояниеде оқығам. Әйтеуір қолымнан келгенше жүгіре берген. Соңғы алып шыққаным кішкентай бір жасар мәжілісте болды. Сол кезде ғана қатты қиналып қалдым, өйткені менде кішкене дыхалка жетпей қалды. Соңғы 6 рет шығып түскеннен кейін 16 этажға уже қиналып қалдым да, сол кіріп кеткен қыздың дауысын естіген кезде. Сонымен шығып келе жатқан кезде өзімде әрең айналып әрең шықтым. Содан кішкене уланып, дәрі-дәрмегімді алып осы жерде 103-тің қызметіне жүгіндік. Сонымен қазір Аллаға шүкір. Дардай енді ол жігіт көршіміз болғаннан кейін жақсы білеміз, танимыз. Енді қарасам есінен уже бой шайқалып кетіп бара жатыр екен, сразу иығыма салып көтеріп, ол 8-ші этажда болған, 8-ші этаждан түсірдім. Жаңа сұхбат айтып, көршімізден айырылып қалдым деп айтсам, қайтыс болған жоқ. Какстайнистер ме, кім енді ол өте қазіргі бір қатты не істегенім осы. Негізі бәріне Аллаға шүкір жақсы деп қуанып отыр едім, бірақ қайғылы жағдай жоқ деп. Бірақ соңында осы қазан естіген кезде қатты жүрегімізге батты. Енді өте жақсы, өте тамаша кісілер, біз отбасымызбен араласамыз. Алла алдынан жарылқасын. Қатты өкінетін мен сол қызға көмек үшін созамай қалған мен енді бірақ үстінен бастағаннан кейін ол кісілерде түседі деген ниетте болдым. Ол жерде таңдайтындай уақыт болған жоқ. Қара түнектің арасында көзіміз жауып яғни күнде көріп жүрген көрші ме? Мен барлық көршілерім жақсы араласам, барлық көршілерім жақсы. Жақсы, соңғы сұрағанда тұрғындардың талабы не енді осы? Енді біздің бір алып жүр талабымыз жоқ, енді бәріміз үйсіз-күйсіз қалдық қой қазір. Әркімнің жаңағы спорт залда болмаса жаңағыдай басқа жерде жатқымыз келмейді. Осы үйімізге қайтып оралсақ деген, бірақ енді осындай нәрсе болмаса екен деген Алладан үміт, екінші осы басшылардан үміт, осыны бір жақсылап тексеріп, қайтқан көршіміздің енді өлімі бекер болмасын, көрсін, сол кісінің енді ешкімді де кінәлағым келіп тұрған жоқ. Бірақ та анық қанығын білсін, неден болған барлығын нақты нәтижелерін көрсетсін деген талабымыз бар. Енді бұл талап деп те айтуға келмейді, өтінішім, мен жеке өтінішім өзіме. Кешегі оқиғаның барысында жолда бір қандай проблемаларды байқадыңыз? Төтенше жағдай сөндіру барысында? Сөндіру барысында мен енді сырт көзге, мен сырт жаққа көп жүрген жоқпын ғой. Мен лестницамен көтеріліп, каждый квартираға кіріп жүргеннен кейін, мен сырттан не болып жатқанын түсінбедім. Мен шыңғырған дауысқа ғана кіріп отырдым барлығына ше. Мен ол жерде нақты айтамын, қай жерде не жетпей жатқанын. Бірақ енді балалардың мұнда қасымда жүрген көршілерім ғой енді. Біраз нәрселер мұнда кіре алмай қалды, машинаның кептелісі болды, секірген кезде батут дегендей нәрселер болмай қалды мысалы. Сол нәрселер жүректі ортады екен. Ондайлар болғанда тіпті жақсы болар ма еді деп ойлаймын.